өрісте бір арық қой жалғыз қалыпты. Қалың шөйдің арасынан шыққан қасқыр жаман даланы аралап келе жатып, әлгі қойға тап болады. Қуанып кетіп, жерік асың қайдан жүрсің? Іздеп таба алмаушы едім. Бұйырған асың екенсің, аузыма өзің келіп түсіп тұрсың. Енді асықпай бір тояйын дейді. Амалы кеткен қой мұңайып төмен қарап. Бірақ өзі де малтанық жеді ғой, бірақ өзің де малтанық жедің ғой. Барып, мені не қыласың? Мен барып, өзімнің семіз, түсіме жұмсақ, қозымды әкеліп берейінші дейді. Қасқыр ойланып, жұмсақ, қозының етін жегісі келіп, жақсы деп, қойды босатып жібереді. Қой соныменен қашып кетіп отарына барады. Аяғы қасқыр қойды әрі күтеді, жіберетін қозыны бері күтеді. Оныменен қозы келмейді. Қой деген момын болушы еді. Бұны ешкі азғырған ғой. Барып өзі өріске барып көрейін дейді. Сөйтіп өріске барады. Өріске барса, өрістің бергі шетінде бір ешкі жүр екен. Тап беріп ешкіні ұстап алады. Қасқыр. Ұстап алады да, мен сені жеймін дейді да ешкіге. Ешкі, қой, сенің атаң да жақсы, анаң да жақсы еді ғой. Дейді, мен саған, мені жемей-ақ қой, мен саған билеп берейін дейді. Жақсы деп, қасқыр, жақсы онда, билесің биледі, бірақ мені жібер дейді. Қасқыр ешкіні жібереді. Ешкі секіріп барып, биік тастың басына шығады да, енді дейді, қасқыр дейді, сен тек қана менің дейді, аяғыма қарап отыр дейді. Мен қазір күшті билеп беремін дейді. Сөйтіп қасқыр менің ешкінің аяғына қарап отырады. Ешкі тастан тасқа секіріп қашып кетіп қалады. Аңқиып отырған қасқыр сонымен қарны ашып, аштан аш, аузы ашылып, аңқиып қалып қояды. Не көрдіңдер ме балалар? Осы қасқырдың алдап ешкі де қойда кетіп қалады. Ең соңында аштан аш не қалып қояды? Қасқыр қалып қояды. Ал ол қойды неге бірінші жеп қоймады? Қой қандай болды? Арық болды, е? Қойды арық болғасын, ол қойды жібермейді де, қой қозымды жіберем, жұмсақ етін жіберем дегесі, ол алданып қойды жіберіп қояды. Одан кейін ешкі не қылады? Ешкіні неге жіберіп қояды? Ешкі билеп берем саған дегесі. Ол ешкіні де, ешкі бірақ не қылады? Билеп, секіріп, қашып қалды. Осымен ертегіміз аяқталды.